Aytөре Gülder тобының бүлдіршініміз. Жазия Қайрет қызы Налгүл не үшін сайғайлып тұрген? Aytөре, сенің көзің осы ана бақтың гүлінің жапырағының сарғайғанына түсіп тұр екен. Ендеше біз бұл гүлді өзіміздің зерттеу бұрышымызға алып келіп зерттеп көрелік. Ана бақты гүлі тікелей күннің түскенін қаламайды. Бұл компьютердің жанында, қонақ бөлмеде орналасқанды жақсы көреді. Ана бақты гүлі біз бұл жердегі топырақтың және құнарлығының нашарлап кеткенін байқап тұрмыз балалар. Біз ендеше бұған қандай тыңайтқышты пайдаланғанды біз ғаламтордан қарап көрелік. Балалар, қараңдаршы, қойдың жүнін тыңайтқыш ретінде пайдалануға болады екен. Ендеше біз мына ауырып тұрған гүлімізге тыңайтқышты пайдаланамыз. Өте жақсы. Ендеше біз бұл гүлдің не істейміз? Топырағын ауыстырамыз. Ал енді топырағын ауыстырайық. Балалар, гүлдің топырағын ауыстырған кезде гүлдің тамыры зақымданып қалмас үшін біз оны байқап аламыз. Қойдың жүнін балалар кератинге бай. Бұндағы біз аз мөлшер, жәнегі салыстырмалы мөлшерде топырақ саламыз. Кәне, топырақты алып салайық. Біз қойдың жүнін балалар аз мөлшерде болсын, бұнда азоттың жәнегі көлемі көп екен балалар. Жалпы бау бақшадағы өсімдіктер үшін маңызды барлық қоректі заттар осы қойдың жүнінің тыңайтқышында бар екен. Енді балалар, біз топырақты алдық. Енді гүлді орналастырайық. Жүнімізді жәнегі алып келген қойдың жүнін қиып орналастырайық. Өте жақсы. Қайбек қызы, мен қойдың жүнін қиып болдым. Өте жақсы. Ендеше гүлді орналастырайық. Өте жақсы. Енді құнарлы топырақты үстіне қояйық. Салайық топырақты. Топырақты саламыз. Өте жақсы. Ал, балалар, қарайықшы, біздің тыңайтқыш салғаннан кейінгі ана бақты гүліміз гүлде жайнап, жарқырап кетті. Енді біз бұл гүлге суғарамыз. Өте жақсы суғара ғой. Өте жақсы. Біз енді қалған гүлдерімізде осындай қойдың жүнінің тыңайтқыш сала отырып, тыңайтқыш ретінде сала отырып, гүлде жайнатамыз. Сау болыңдар.